Адам баласына бұл жалғандағы ғұмыр өлшеніп беріледі. Оны мәндету, есімін мәңгілік ету жұмыр басты пенденің өз қолында. Әлбетте, ол үшін ерен еңбек керек, ұлағатты ұрпақ қалдыру қажет. Алла тағаланың жер бетіне құлдарының жіберуінің мақсаты да осы. Осы бір санаттан табылатын өздерінің ұлағатты өмірлері мен ғибратты істерімен көпке үлгі болған, бірімізге әке, бірімізге ата, бірге ана, бірге әже бола білген әулетіміздің берекелеріне айналған Тоқтасын Баялыұлы мен Патима Жаһанқызы. 1955 жылы отау құрып, бақытты да үлгілі отбасының қандай болатынын көрсете білген атамыз бен әжеміз 9 баланы, яғни 4 ұл мен 5 қызды өсірді. Барлығын оқытып, отау етіп, құтты ұяларына қондырды. Олардан 24 немере, 29 шөбере сүйді. Бірі қазыналы ата, бірі өнегелі әже бола білді. Атамыз Тоқтасын Баялыұлы 1929 жылы 19 тамызда Талдыөзек колхозында дүниеге келген. Әкесі Баялы мен анасы Айткүлден 4 бала тарады. 3 қыз, жалғыз ұлы Тоқтасын атамыз болатын. Міне сол ұлдан бүгінде дүйім ел тарап отыр. Ол 1947 жылы Шәуілдірдегі Жамбыл атындағы мектепті аяқтай сала, Шымкент мұғалімдер институтына оқуға түсті. Еңбек жолын 1949 жылы Қызылорда облысындағы Ленин атындағы 7 жылдық мектепте оқу ісінің меңгерушісі болып бастады. Тарих және география пәнінің мұғалімі болған ол, өзінің қабілетінің, біліктілігінің, еңбекқорлығының арқасында небәрі 22 жасында мектеп директорлығына көтеріліп, содан 42 жыл бойы бірнеше мектепте директорлық қызметін абыроймен атқарды. 1986 жылы Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері, құрмет грамоталарымен, КСРО оқу министрі, Қазақстан Республикасы жоғары кеңестің мақтау қағаздарымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Ол халық депутаттарының ауылдық кеңесінің мүшесі болды. Оның ұлағатты ұстаздық жолы басылымдарда жиі жарияланып тұрды. 1996 жылы 29 желтоқсанда саналы ғұмыр иесінің ақтық темі аяқталған болатын. Бүгінде 20 жылдан асып отыр. Ақырын жүріп анықпас еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Хакім Абай жырлайтынындай, өмір бойы ұрпаққа ұлағатты тәрбие, балаға тағылымды тәлім, білікті білім беруді мақсат еткен Баялы Тоқтасынұлының ерен еңбегі ескеріліп, өмірінің соңғы кезеңін өткерген Майшай Әбенов атындағы мектепте арнайы өнегелі өмір атты жеке музей ашылды. Сондай-ақ мектеп жанынан есіміне көшенің аты берілді. Туады ерлер ел үшін, өлмейді ісі мәңгілік, өшпейді абзал есімдер ұрпаққа жетіп, мәңгілік деген осындайда айтылса керекті. Әжеміз Патима Жаһанқызы 1937 жылы 12 наурызда туған. Әкесі Жаһан Ұлы Отан соғысына аттанып, Іржев түбіндегі қанды майқанда елікпен қаза тапқан. Анасы Дәмегүл екеуінен Патима әжемізбен жалғыз ұлы Төлен екеуі тарайды. Нағашылары өңірге белгілі Қасымбек, Байгөбек сынды би болыстар болған. Тоқтасын Баялыұлымен бас қосып, ұл қыз өсірді. Бала тәрбиесімен айналысты. Аяулы ана, ардақты әже бола білді. Әулетте өзінің әділдігімен, турашылдығымен, мейірімділігімен, шексіз ақыл, данагөйлігімен ерекшеленді. Ел сонысын жақсы көретін. Шапағатқа толы ақ жүзінен әрдайым нұр шашып тұратын. Ұл мен қызына, келін мен күйеуге, немере мен шөбереге тең қарай білді. Кісіге жапқан шапаныңнан өз жаныңды жылынат демекші, жиын тойдан, кәде жоралғыдан қалмай, жомарттығымен елді сүйсіндіретін. Тағдырдың жазғаны болар, бәрімізге өмір өлшеніп берілген асыл әжеміз 2016 жылы 29 қазанда бұл дүниемен қош айтысқан болатын. Әрине, артындағы ұл қызы, немерелері, туғаны мен жақыны, ауылдасы, атамыз бен әжемізді лайым, сағынышпен еске аламыз. Қимаймыз. Тағылымды сөздермен турашыл істерін айтып, жадымызда жаңғыртып отырамыз. Қос қариямыздың көрмеген жарығы мен қызығын ұрпағы көрсін дейміз. Жаратушы жаппар иеміз, ата әжеміздің жанын жәннаттан қылғай деп дұға етеміз.